Бүгін сот жүйесі үшін тарихи маңызы бар күн болды. Өйткені Шымкентте мамандандырылған әкімшілік сот құрылып, жұмысына кірісті. Жаңа сот Тыныбаев көшесіндегі мамандандырылған соттар ғимаратында орналасты. Қалалық сот төрағасы Ербол Рахымбеков жаңа соттың лентасын салтанатты жағдайда қиып, президенттің 2021 жылғы 28 маусымындағы жарлығымен тағайындалған Шымкент қалалық сотының әкімшілік істер жөніндегі сот алқасының төрағасы Гүлмира Қыдырбаеваны, мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соттың төрағасы Бек Әметовті және осы соттың судьяларды таныстырды. Жаңа заң азаматтардың құқықтарын қорғауға бағытталғандықтан, халықтың сот жүйесіне деген сенімін артатыны анық дейді соттың алқа төрағасы. Бұл заңның қабылдау біздің мемлекетіміз үшін маңызды жаңалықтардың бірі болады. Өйткені енді мемлекеттік орган өзінің шешімінің, әрекетінің немесе әрекетсіздігінің дәлелдеуі қажет. Осы кодекстің қабылдауы, енгізу және әкімшілік соттардың құрылу азаматтардың заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың ерекше тетігіне айналады деген сенімдеміз. Әкімшілік сотта азаматтар заңды тұлғалар мен мемлекеттік органдардың арасында туындаған жария құқықтық даулар бойынша әкімшілік істерді қарайтын болады. Әкімшілік соттың өзге соттардан басты айырмашылығы азаматтардың құқығын қорғауға баса мән берілуінде және судьяның белсенді әрекет етуінде екендігі де дейді жаңа соттың жаңа төрағасы Бек Әметов. Мемлекет басшысының жарлығымен осы әкімшілік ауданаралық соттар құрылған. Барлық республиканың өңірлерінде 21 сот құрылды. Соның ішінде Шымкент қаласының әкімшілік мамандандырылған соты. Бұл соттың қарайтын бірден-бір істердің санаты бұл азаматтардың билік органдарына беретін шағымдар. Айта кетейік, осы күнге дейін қызмет атқарып келген әкімшілік сотының атауы өзгеріп, Шымкент қаласының мамандандырылған әкімшілік құқық бұзушылықтар соты болып, өз жұмысын жалғастыра береді.